шықты балақай. Беліндегі алтын қоржынды толтырыңдар сыйға аямай. Той, той, жайна, жайна той, шашу шашқан той, қандай әсем той. Той, той, берекелі той, берекелі той, бүгін ұлы той. Биле, биле көпшілік, бала жүрсін секіріп, осы тойда билеп қал, кейін қалма өкініп. Болсын досың өмірде, болсын бақыт мереке, отбасында әр үйдің, болсын бақ пенен құт береке. Асыр салған құлын мен тайдай, қыз бен жігіт шықты ортағай. Жарасады көлдегі аққудай, қозы көрпес сұлу баяндай. Той, той, жайна, жайна той, шашу шашқан той, қандай әсем той. Той, той, берекелі той, берекелі той, бүгін ұлы той. Биле, биле көпшілік, бала жүрсін секіріп, осы тойда билеп қал, кейін қалма өкініп. Болсын досың өмірде, болсын бақыт мереке, отбасында әр үйдің, болсын бақ пенен құт береке. Қылмай, пара өйтіп пеш қылмай, бүгінгі жиенбет еліндегі үлкен ұлан асыр тойымызды бастаса деген ендеміз ағайдар. Шаңырақтарыңыз шайқалмасын, жамашылықтарыңыз байқалмасын, осы аңсардай ұлымыздың тойы басталсын дегендер шапала құрып айқайласын. Рахмет, мен шыққан кезде бәрі шапалақ ұрады деп ойлап ем ағайындар. Рахмет шапалақтарыңызға. Рахмет, енді баршамыз, енді әдеттен озбайық, уақытты созбайық ағайындар. Енді бүгін Құдай қаласа жиенбеттің елінде, жиенбеттің жерінде біздің аңсардай баламыз атқа мініп, аттың жалын тартқан күн ағайындар. Енді осы аңсардай ұлымыз үлкен азаматтардың бірі болсын деп, тағы бір шапалақ қойыңыздар ағайындар. Жиылған осы кештің бақытына ағай туған туыстарымызсыздар. Көкейде қиялықсын ұшырғандар, ән салып бейбелеңдер қысылмаңдар, дүбірлетіп, дүркіретіп той қылып жатқан ассаламу алейкум баршамызбен бауырлар ағайындар. Рахмет, енді баршамыз бір сәтке орнымыздан тұрып, мойынды есікке қарап бұрып, біздің аңсардай ұлымызды театрдың жігіттерімен ортаға қарсы алайық ағайындар. Ал кеттік, біздің ұлымыз ортада, аңсардай ұлымыз.
кеудесін сағыныш кернеп, жақсылыққа көңілін бұрған қарға тамырлы қазақ елі армысыздар? Ассалаумағалейкум. Алтын асықтай ардақты ағайын. Кеш жарық, қасқыр намысты қазақтың қайратта қалар. Өмір мәнін думан деп байындаған, дастарханын күн бұрын дайындаған. Даладай кең дастархан жайылмаса, қонақ келмей қалар деп уайымдаған. Ұлттар мен ұлыстар қаптаса да, өз қазақи қаймағы жойылмаған, тойын тойлаған, жердің жәннатын жайлаған, мамыражай қалпынан таймаған, қадірменді ағайын, тойларыңыз құтты болсын. Баршаңызға осындай той жұғысты болсын. Бастарыңыз бақты болсын. Астарыңыз тақты болсын. Өмірлеріңіз сәтті болсын. Көңілдеріңіз шатты болсын. Махаббаттарыңыз тәтті болсын. Осы тілекке қосылған ағайынның шапалағы қатты болсын. Ендеше баршамыз орнымыздан тұрсақ, сән салтанат құрсақ, мойнымызды беріне қарай бұрсақ, сүндеттеген ұлымызды қарсы алайық. Рахмет, Құдай қаласа, бүгін аңсардай ұлымыз таққа мініп жатыр, аттың жалын тартып жатыр ағайындар. Осы нағашылар, бәріміз тұрмыз ғой нағашылар, жаным құдалар, бір жерден көрген сияқты бұл кісілерді. Нағашылар да жерің той құтты болсын деп, бір шапалақ беріңіздерші. Міне. Рахмет, аңсар, бәрі саған ақша берді. Осы ақшаны не істейсің? Папама машина берем. Мені! Өсем деген бала, өнем деген бала ағайындар. Тектіден текті шығады, тектің жолын текті ғана қуат деген бір ағайындар. Осы азаматымыз үлкен азаматтардың бірі, елге қарайтын азаматтардың бірі болды деп, та шапалап беріңіздер ағайындар. Бала шағыра алай енді. Ата-аналары алдарына алып отырсаңыздар, енді шаңырақтарыңыз шайқалмасын, жаманшылықтарыңыз байқалмасын, осы Қыпшақ елінің тойы басталсын дегендер шапалақ ұрып айқайласын.
сыртқа теппеген, қыздарын ұяттан шектеген, ұлдары болашақтың қамын көксеген, қарттары батасын кең берген, жүректері мейірімнен төгілген, дарғандай кеңдігіне әлемде ешкім жетпеген. Ассалаумағалейкум, арда қазақ, тойға бүгінгі асыға жеткен. Мұсылмандық белгісі бұл ер баланы сүндеттеу, имандылық белгісі сол сүндетті құрметтеу. 8 ғасырда күллі қазаққа үмбет болды. Сүндет той нағыз мұсылмандықтың бассар жолы. Алла атымен азан шақырып, атын қойдық. Алла атымен бұл күнде сүндеттеліп, батыр болдық. Ата-анаға міндеттелген бұл парыз сүндеттеліп, бүгін тойын жасап, бір қуандық. Қуанышта да, қайғыда да бірге болған. Ассалаумағалейкум, төрде отырған, ардақты да киелі құдаларым. Бүгін той қазағымның төрінде. Таң атқанша думан құрып, тойлаған көгінде. Сүндетте де батыр ер жетті мұсылман боп, мен қазақпын деп ұлан салды мәңгіге. Ал той басталды, сүндеттелген батыр ұлға. Келе жатыр хан тағында, құшағын кеңге жая. Орнымыздан тұрып, қарсы алайық, қошеметті ұрып сүндеттелген мұсылманның батырына. Ел басқарып отырған нұр атандай хан болған.
кезеңде 300-дің басын қосқан ұлы Абылай хандай батыр болсын. Әумин. Аллаху әкбар. Ал батырым, қолыңды көтер, елің көрсін, жібер аттың басын. Құлағым тұр қайшылап қазан аттарың, бақпен бағы сай келсе бозат аттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көпке лақтыр бөркіңді азаматтарың. Рахмет, мен шыққан кезде бәрі шапалақ ұрады деп ойламаймын ағайындар. Рахмет шапалақтарыңызға. Рахмет. Басымызға бақ қонған Алла қолдап, бақты бағалаған ол да ғажап. Аспан астын жер үстін тоғыз берген. Ассаламу алейкум, арда қазақ. Рахмет. Құдай қаласа бүгінгі қыпшақтардың елінде, қыпшақтардың жерінде бір емес екі той болып жатыр ағайындар. Бірінші, Разиядай анамыз пенсияға шығып, 50 жасқа толып отыр ағайындар. Разиядай анамызға той құтты болсын деп ағайындар. Bir шапалақ ұрып қойсаңыздар. Рахмет. Екінші тойымыз Ерсұлтандай аламыз аттың жалына тартып, аттың жалын тартып мінген біздің мұсылмандық парызын орындаған Ерсұлтандай аламызға тағы да бір шапалақ ұрып қойыңыздар ағайындар. Той құтты болсын деп. Рахмет, енді сөйлей берсек баяндама, тұра берсек аялдама болады ағайындар. Енді ортаға сіздердің шапалақтарыңызбен баршаларымыз орнымыздан тұрсақ, бойынды есікке қарай бұрсақ, той иесі Разиядай анамызды ұл қыздармен ортаға шақырсақ ағайындар. Қарсы алыңыздар, сіздер іште ортада Разия анамыз келеді.